Мадина, давай начнем. Мгм. Так, давай 24-ю страницу. Мгм. Вот это вот. Бұны мен үйде орындадым. Мгм. Мынаған сұрақ қой дейді әрбіреуіне. Мысалы, учитель деген қандай сұраққа жауап береді? Например, бізде қандай, кто, иә? Кто? Аха. Ага, мынау. Что? Тетрадь. Кто? Шофер кто? Что? 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 Мгм. Енді қара, әрбір неде дейді, мына неде, иә, сызықта мысалы, жолда бір лишний деген сөз білесің бе? Лишний. Артық. Иә, артық сөз бар. Қайсысы ол? Мағынасына сәйкес келмейтін. Скоро ма? Не, тетрадь деген. Себебі білесің ғой, тетрадь ол не нәрсе? Мыналардың бәрі мамандықтардың атаулары, вот специальности, а мынау не нәрсе тетрадь? Дәптер. Поняла, дәптер. Ол лишний, ол артық. Енді мына жерде? Екінші қатарда ма? Мен үйде орындаған. Жоқ болып тұршы қазір. Жоқ, мысалы, чайка деген ол не нәрсе? Ол құс мысалы, нелердің қастарында жүреді ғой, ол судың қасында сондай бір. Шағала дейді, шағала. Скворец деген не? Торғай, вот қара торғай болады ғой. Сосын сорока деген ол не? Қарлығаш емес, сауысқан, сауысқан. Море ғой бұл жерде лишний. Море ол не нәрсе? Теңіз ба, сондай. Міне қара, животныйларға тоже кто деп нетесін қара, себебі жаны бар ғой. Міне мына жерде жаны бар. Кто деп адамдармен не жануарларға кто дейсің, жарай ма? Так, енді мына сөздерді қарадың бұл жерде? Білмейтін сөз бар ма? Иә. Стол, кузнечик, диван, ворона, ученик, заяц, медведь, кресло, чайник, ласточка. Ласточка деген. Ласточка, кресло, ворона. Білем оларды. Стрекоза деген. Білесің бе, жоқ па стрекоза? Жоқ. Ана жол жаздық қой, әлгі сары масадарды жеп жүреді ғой. Мынадай несі ұзын әлгі құйрығы. Иә. Бір жазғамыз бірлет. Жуқты білемін. Қоңыз жуқ деген. Дұрыс. Сорока деген. Жаңа айттым ғой әлгі не, сауысқан. Иә, сауысқан. Стакан, стакан, врач. Тарелка, білем. Лисица деген. Лиса деген сөзін, лиса. Түлкі, художник деген суретші. Сонда қай сөзі? Ана стрекозаны жазып қой. Инелік, а то ұмыта береміз, инелік. Қалғандары есіңде ме, жоқ па? Иә. Ласточка деген тоже жазғамыз, қарлығаш. Так, енді қара, енді мынаның ішіне ана что деген сұраққа қайсы жауап береді? Что? Что? Стол, кузнечик. Жоқ, оның жаны бар, ну, жарайды, кузнечик болсын, аға, дальше.
диван, Ага. кресло, Ага. чайник, Дұрыс. стакан, Мгм. тарелка. Болды. Аға, рахмет. Так, енді түсінікті, да? Мгм. Мгм. Мынау немене, мысалы, топтарға бөлсек, міне мынадай топтар болады екен. Бұларды білесің ба, не нәрсе? Мынау люди, мебель. Иә. Қайсысын білмейсің мұнда? Насекомый деген. Жәндіктер емес па, насекомый? Звери. Жануарлар ма? Дұрыс, молодец. Так, енді мына жерді оқи қой. Здравствуйте, доброе утро. Так на земле начинаете день. Начинается день. Оны қалай түсіну? Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Так деген осылай. Қыз, Осылай. осылай. Земле қыз. Жоқ, земля ол зима қыз, а земля деген ол жер планетасы. Жер. Начинаете деген атауы ма? Жоқ. Начинается деген басталады. Басталады. День, күн. Все поняла, молодец. Так, енді. Так, енді. Міне, знаешь деген не нәрсе? Білесің ба? Сосын не, мұнда айтады, қандай мына слова прощание деген білесің ба? Прощание. Прощание. Жоқ. Прощание деген ол, мысалы, сен біреумен нетесің. Кетерде оған не деп айтасың? Кетерде. Сау болу ма? Иә, қалай оны, қалай сен солай? Қоштасу, иә, қазақша? Қоштасу. Қалай сен орыс тілінде сосын айтып қоштасасың? До свидания. Ага, дұрыс, основное до свидания, иә? Дальше. А мынау неме употребляешь деген сөз? Употребляешь? Не знаю. Қолдану. Часто деген, чаще деген не нәрсе? Часто. Жиі. Молодец. Қайсысын жиі қолданасың дейді, осылардың ішінде? Здравствуйте, доброе утро. Мынаның ішінде бәрін білесің ба, жоқ па мұны? Знаешь деген білесің ба деген сөз. Знаешь эти слова? Спасибо, рахмет, благодарю деген. Тоже как спасибоның бір түрі. Ага. Ризамын деген сөз. Ага. Будьте добры. Будьте добры. Деген. Яғни, пожалуйста. Жоқ. Пожалуйста деген, яғни, анау, айтады ғой, спасибо, сен айтасың, не, оқасы жоқ, пожалуйста. Оқасы жоқ па? Или өтінемін деген екі мағынасы бар. Өтініш емес. Өтінемін, или оқасы жоқ деп айтуға болады. Будьте добры, мысалы, бірдеңе тоже сұрайын деп жатсың. Будьте добры, там, скажите, бірдеңені айтыңыз деп, аха. Мынау немене, вежливый деген. Вежливый ме? Жаза ғой, вежливый деген сыпайы. Сыпайы. Товарищ деген не нәрсе? Товарищ. Товарищ. Жаза ғой. Товарищ деген ол, мысалы, әріптес, немесе бірге оқисыңдар, әйтеуір қасыңда біреу отырады ғой, сол дос болуы мүмкін, бірге бір жерде оқисыңдар, жұмыс істейсіңдер, товарищ дейсіңдер.
Мгм. Так, ал енді міне саған айтып тұр, міне мыналарды сұра дейді. Книгу, ручку, карандаш. Мысалы, сен менен мыналарды сұрайын деп жатсың. Қалай бастайсың? Мына сөздерді пайдалану ғой. Пожалуйста. Ага. Пожалуйста. Тебе книгу. Нет, былай айтасың. Пожалуйста, дайте мне книгу деп. Дайте мне. Дайте мне. Жазау. Или пожалуйстаның орнына мына екінші сөзді де пайда. Будьте добры, дайте мне ручку. Ал енді қара. Обрати внимание деген не нәрсе? Обрати внимание. Внимание деген қарау ма қалай? Иә, көңіл бөл дейді. Көңіл бөл. Иә, көңіл бөл. Обрати деген түсінбедім. Иә, обрати деген ол бөл деген сөз. Сол көңілді бөл, иә, көңіл бөл. Ал енді мына жерде мына теплый деген не нәрсе? Доброжелательный. Теплый деген жылы емес па? Дұрыс. Делают. Жасау. Иә, жасайды. Доброжелательный деген не нәрсе? Добрый деген. Иә, дұрыс. Иә, мейірімді. Сенің сөйлеуіңді жаңағы сыпайы сөздер, вежливый слова. Оны мейірімді қылады. Түсіндің ба? А воспитанный деген қандай? Воспитанный. Мысалы, біз бір балаға айтамыз ғой мектепте. О, это воспитанный ребенок деп, воспитанный мальчик или воспитанная девочка. Воспитанный деген тәрбиелі. Тәрбиелі. Ой, так, ну что-то не хочет ашуға, я почему-то. Қазір. Жаман загрузка кетіп тұрған. Иә. Если жаман болса тұратыр қазір. Мен ана немді нетіп қойын, әлгі ана жол бастадық қой, әңгімемізді соған көшейік. Так, қазір. Кішкене оғанды нетейік, көңіл бөлейік. Сосын анаған ораламыз есе что. Так, ал енді міне, мына неме подождите деген. Подождите. Күтіңіз ба, қалай? Иә, күтіңіз. Сперва деген ана жол жаздық, сперва. Бірінші. Ага, скажите дейді. Айтыңыз. Кто нашел колосок? Нашел деген. Нашел. Жоқ, нашел деген. Таптым ба? Кім тапты дейді жаңағы бидайды? Ты нашел. А кто колосок обмолотил? Обмолотил. Яғни анау нетті ғой, оны немен ұрып ана недерін түсірді әлгі астықтарын. Помнишь? Жазғанбыз біз бұлардың бәрін. Ол сұрап жатыр, кім оны нетті дейді. Обмолотил жазбады. Жаза ғой. Яғни ұру, помнишь, айттым ғой мен бұлай. Соғу. Бүйтіп аласында оларды. Ұру? Иә. Бастыру деген. Біз оны, помнишь, жаздық? Бастыру, молотить. Молотить деген ол молотить. Басу. Ага. Ты обмолотил. А кто зерно на мельницу носил? Түсінікті ғой, иә? Носил деген апарды.
Кім бидайды дейді, ана мельницаға апарды дейді әлгі диірменге. Тоже ты. А тесто кто месил? Месил. М-И-С-И-Л. Месил. Месил деген ол не әлгі? Нету. Кім қамыр жасады дейді, қамыр. Тесто деген қамыр ғой. Аха. Дрова Илеу носил. ма? Печь. Месил. Иә, месил деген месит, месит деген ол илеу. Сен оны жаздың бәрін? Иә, жаздым. Дрова носил печь деген. Дрова деген есіңде ма? Дрова. Дрова деген ол не? Ағаш. Кім ағаш тасыды, кім пеш? Печь топил. Пирог. Печ топил деген. Топил дегенді білесің ма? Жағу, пешті нету. Жағу. Ага. Отынды жағады ғой пешті. Пироги кто пек? Пек, П-Ё-К, печ. Біз оны жазғанбыз, ол түбірі сол бір. Печ, пек деген ол нету. Ну, пісіру әлгі, пирогтарды. Пісіру. Ты. А вы что делали? Әне, что делали дейді сендер? Неме істедіңдер? Не істейсіңдер? Что сказать в ответ? И сказать нечего. Мынау неме, что сказать в ответ? Жауап қайтару ма? Я, қалай жауап бересіңдер? Нечего. Ештеңе. Ештеңе айта алмайды. Стали круть и верть, вылезли за стола. Вылезли. Вылезли деген шықты. Из-за стола. Из-за стола. Яғни столдың басынан шықты. А петушок их не удерживает. Не удерживает. И удерживать деген тоқтату. А оларды тоқтатпайды. Жаз тоқтату деп. Удерживать. Тоқтату. Не за что таких лодырей и лентяев пирог. Лодыр. Лодыр, лентяй деген, ол жалқау деген сөз екеуі де. Екеуі бір-біріне бірдей мағынасы. Жаза ғой, лодыр, мына жерде мягкий знак болады соңында. Алтыншы. Нет. Лодыр, и мынау лентяй, и краткий соңында, қысқа и. Жалқаулар. Осындай жалқауларды дейді. Гане угощать. Пирог нетпеу керек дейді оларға. Бермеу керек дейді. Угощать деген, угощать деген оларға нету. Ну, бересің ғой, же деп солай. Сыйлау айту. Курочка ряба. Жаза ғой. Ряба дегенді жазбай қой енді. Курочка деген білесің ғой не нәрсе? Курица деген сөз. Курица деген тауық емес па? Я, тауық, дұрыс. Ба. Жили-были в одной деревне. Деревня деген есіңде ғой? Ауыл. Дедушка да бабушка. И была у них курочка по имени Ряба. Имя дегенді білесің ғой? Аты Ряба. Вот однажды снесла курочка Ряба яичко. Мынау неме? Однажды деген ба? Біреу.
бір күні. Ага, бір күні. снесла деген ол мынау тауық жұмыртқаны не істейді? Тума. Ту секілді, Туды, яғни. Именно тауық туралы, сондай құстар туралы. Ага. Яичко дегенді білесің ғой енді? Яичко. Яичко деген ол яйцо. Просто яичко ол кішкентай. Яичко деген жұмыртқа тоже. Да непростое. Түсінің ба, простой деген не нәрсе? Қарапайым ба? А золотой? Алтын. Бақылай. Золотое. Дедушка яичко бил. Түсінің ба? Бил деген не нәрсе? Орома. Не разбил. А разбил деген не нәрсе? Разбил. Разбил деген это не сындыру. Сындырмады дейді, сындыра алмады. Бабушка яичко била. Била. Не разбила. Бежала как-то мышка. Прибежала. Прибежала деген ол жүгіріп келді. Хвостиком махнула. Хвостиком махнула деген не нәрсе? Хвост деген не нәрсе? Хвост. Жаза ғой, хвост деген ол құйрық. Махнула деген это как-то как сілтеу секілді болады ғой, құйрығымен. Қалай оны айтуға болады? Сілтеу дей ма, или қалай? Құйрығын не істейді ол? Сермеу. Бұлғау немесе, бұлғау. Көбінесе бұлғау ғой дейм, Яичко упала, да и разбилась. Түсінің ба? Упала. Құлау ма? Ага. Разбила деген ол не? Сынды деген сөз. Плачет дедушка. Плачет. Ата жылады. Дұрыс, молодец. Плачет бабушка. А курочка ряба кудахчет. Кудахчет деген не нәрсе? Кудахчет. Ол әлгі тауықтар бұлай нетеді ғой, әлгі қытқылдау, бұлай құт деп сөйлейді ғой. Ага. Немейді мынау, не плачь деген не нәрсе? Жыламады. Жылама дейді. Не плачь, дедушка. Не плачь, бабушка. Снесу я вам новое яичко. Немейді ол? Жаңа жұмыртқа. Мен жаңа жұмыртқа. Берем дейді, туам дейді.
Да не золотое, а простое. Мгм. Бычок смоля. Мгм. Білесің ба, бычок деген не нәрсе? Бычок. Жоқ. Бык деген сөзден. Бык. А мынау кішірейтіліп айтылған. Мгм. Ол негізі бар ғой, бұқа. Бірақ жас бұқа болады ғой, кішкентай. Мгм. Смоляной деген, смола деген бар ғой, ол қара май болады ғой, бір қап-қара май. Шайыр дейді, басқа жаза ғой. Мынау бачок деген тоже кішірейтіп айтылған, ол негізі бок деген сөз, бок. Оның бүйір, ірге, сондай бүйір деген мағынасы бар. Бүйір. Бок. 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 Оның екінші мағынасы бар, кеспек деген. Кеспек деген не нәрсе? Кеспек. Кеспек? Иә. Негізі бочка да болуы мүмкін. Бочка да болуы мүмкін. Бачок деген, Иә, әлгі как не ішіне бірдеңе салады ғой әлгі. Құят бір нәрсе. Сондай мағына. Қазір көреміз қандай мағынада. Смоляной бачок. Ыдыс та кәдімгі? Үлкен ыдыс. Иә, сол мағына. Қазір көреміз қандай мағына. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Танюша. Внучка дегенді білесің ба? Внучка немере ма? Я только қыз. Так, ага. Танюшка. Аты Танюша. Сидели они как-то раз у своего дома. Мынаны түсінің ба? Олар үйінің алдында отырды. Молодец. А мимо пастух стада коров гнал. Мимо деген білесің ба? Мимо. Мимо деген ол қасында деген сөз. Қасында. Пастух деген білесің ба, пастух? Пастух. Пастух деген ол малшы. Малды бағып жүреді ғой. Малшы. Стада деген. Стада. Стада деген үйір. Корова дегенді білесің ғой, корова? Сиыр. Иә, сиырдың үйірін гнал дейді, айдап келе жатты. Гнать деген айдау. Коровы всякие, и рыжие, и пестрые. Всякий деген білесің ба? Не нәрсе? Всякий. Всякий. Всякий деген ол әртүрлі деген сөз. Әртүрлі? Иә. Рыжий деген қандай цвет ол, рыжий? Рыжий? Ол кішкене мынадай міне, қызыл сияқты. Оранжевый? Жоқ, кішкене шаш болады ғой, мынадай сарғыш келген, қызылша, кішкене қызылмен аралас сондай шаш. Рыжий.
иә. И пестрый. Пестрый деген ол әртүрлі түстер болады ғой, кішкене айырмашылығы. Әртүрлі аралас. Не. Мгм. И черные, и белые. А с одной коровой бежал бычок. Әне бычок деген мынадай кішкентай ұл. Бычок черненький дейді. Черненький, маленький. Где припрыгнет, где прискачет. Прыгнет дегенді білесің ғой? Прыгнет. Мгм. Прыгнет деген ол секрет. Мгм. Скачет деген тоже солай кішкене секрет. Екеуі де бірдей примерно. Тақлайды деген мағынада скачет деген. Очень хороший бычок был. Танюшка и говорит: Вот бы нам такого теленочка. дедушка думал. Шының ба ана қыз неме деп айтты? Вот бы нам такого теленочка. Яғни вот бы деген ол болса екен деген сөз. Бы деп жазып қойшы, бы болса, ол болса екен деген мағынаны білдіреді. Б, иә? Мгм. Болса екен ғой дейді, бізде осындай бұзау. Теленок деген ол бұзау деген мағынаны білдіреді. Қазір мен саған жазып қоямын. Теленок деген ол бұзау. Теленок. Мгм. Зал. И придумал. А мынау неме? Думал. Дедушка ойланды. Придумал деген ол не? Ойына келді. Бір ой пайда болды деген сөз. Достану для Танюшки теленочка. Достану деген табам деген сөз. Достану. Танюшкаға теленочек табам дейді. А где достану, не сказал. Түсінікті ма? Не сказал, айтпады. Вот настала ночь. Настала деген қарай ғой, қазір есікті біреу. Настала деген келді, түн келді. Настала деген яғни келді деген сөз. Түн келді. Бабка легла спать. Мынау неме? Легла спать. Спать, ұйықтау. Легла. Жаза ғой. Бұл әйел адамға қатысты. Легла деген это жатты деген сөз. Танюшка легла спать. Кошка легла спать. Собака легла спать. Куры легли спать. Только дедушка не лег. Түсінікті ғой, мынау он, ер адам не лег, жатпады дейді, ұйықтамады. Собрался потихоньку. Он емес, собрался потихоньку. Жинау. А потихоньку деген не нәрсе? Потихоньку. Білмейді. Жаза ғой. Потихоньку деген ақырын деген сөз. Ақырын. Пошел в лес.
Түсінікті ма? Пошел. Орманға кетті ма? Пришел в лес, Орманға келді. М. наковырял с елок смолы. Әне, наковырял деді. Наковырял деген, яғни не, жұлып алу. Бүйтіп, жұлып алады ғой. Смола деген жаңағы айттым ғой мен саған студент. Не, қалай дедім мен? Шайыр, иә? Иә. Шайырды елка деген білесің бе? Ол әлгі мына Кәдімгі шырша ма? шыршадан соны жұлып алды дейді жаңағы шайырды. Мгм. Набрал полное ведро. Мгм. Набрал. Набрал деген жинады. Мгм. Полный деген түсінесің? Полный. Бәрін ба қалай? Жоқ, толы деген сөз. Толы. Тол. Мгм. Мгм. Толы. Ведро. Ведро дегенді білесің бе? Ведро. Жоқ. Шелек. Мгм. И вернулся домой. Үйіне оралды. Бабка спит, Танюшка спит, кошка спит, собака спит. Куры тоже уснули. Один Уснули деген ұйықтап қалды. дедушка не спит. Селеночка делает. Әне, мынаны түсінің бе жоқ па? Взял, алды. Делает, жасау. Я жасап жатыр дейді, селеночка. Взял он соломы, сделал Солома деген ол мынадай әлгі шөп болады ғой. Құрғақ шөп. Құрғақ шөп па? Ага. из соломы бычка. Взял 4 палки, сделал ноги. 4 палки, палки деп жазасың. Ама? Иә, ол таяқтар болды ғой сондай. 4 таяқтан аяқ жасады дейді, аяқтар. Окей. Потом приделал голову, рожки, а потом Мынау міне рожки. Рожки деген мүйіз. Жама, шама. Рожки. Вообще ол рога деп аталады. Рога. А просто бұл не әдем айтып тұр ғой, түсінің бе? Бұл как-то кішірейтіп, бәрін солай кішірейтіп айтып тұр, түсінің бе? Так. Мүйіз жасады дейді. все смолой вымазал и Жақты дейді жаңағы шайырмен. вышел у дедушки. Смоляной бычок, черный бачок. Посмотрел дедушка на бычка. Түсінікті ма? Ата қарап тұрды. Қарайды. Хороший бычок. Только чего-то не хватает. Не хватает. Не хватает. Ол не нәрсе не хватает? Жаза ғой. Хватает деген жетеді. А не хватает? Жетпейді.
Жетпейді. Бір нәрсе жетпей тұр. Чего же не хватает? Стал дедушка рассматривать. Мынау неме рассматривай. Ол да қарау ма? Қарай бастады. Рожки Қарай есть, бастады. ножки есть. А, Ножки деген аяқ. хвостика-то нет. Мгм. Хвост, жаңа жаздың ғой, құйрық жоқ. Взял Ох, дедушка я. и приделал хвост. И только успел хвост приделать, Только хвост жасады дейді. Глянь, Ага. байқа дейді, байқа, қара. глянь, Иә. смоляной бычок сам в сарай побежал. Сарай деген не нәрсе? Сарай Аха. бір үйшік сияқты бірдеңе емес па? Қора. Иә, қора ма? Жүгірді дейді қораға. Мгм. Стали утром Танюшка с бабушкой. Вышли во двор. А по двору гуляет смоляной бычок, черный бачок. Обрадовалась Танюшка. Мынау неме обрадовалась? Обрадовалась. Жаза ғой, қуанды. Қуанды. Мгм. Мгм. Қуанды дейді Танюшка. Қуанды. Мгм. Нарвала травы. Стала А что такое нарвала? Нарвала. Жулу. Трава дегенді білесің ғой, трава? Шөп. Шөп жұлды. смоляного бычка кормить. Кормить дегенді өттік қой. Жеу. Иә, жегіз оны. А потом повела бычка пасти. Пасти деген не нәрсе? Пасти. Пасти. Пасти деген оны нету? Жаю. Жаю. Пригнала деген яғни айдап әкелді. Пригнала на крутой бережок на зеленый. Берег, мынау бәрі кішірейтіліп айтып тұр. Берег деген міне жағалауға әкелді дейді. Жағалауға әкелді. Крутой дегенді жазып қой. Тік деген мағынасы бар. Тік. Лужок. Лужа. Лужа деген әлгі айттым ғой мен саған, кішкентай су. Кішкентай көлшік, жасыл көлшік. Міне осы жерге дейін тоқтаймыз. Содан кейін ендігі сабақта жалғастырамыз. Сен можешь, если хочешь, ана сол әлгі, если хочешь емес, ана 26-шы бетті жасай ғой, 26, 27, сол 28 аудара қой, жарай ма? Аха. Онда, бүгінгі сол. До свидания. До свидания. Хороших выходных. Апта соңы жақсы өтсін.